Бүгін біз тапанан пісіреміз. Оған керегі ұн, жылы сүт, жылы су, май и дрож. Дрождан апара жасаймыз. Міне біраз уақыттан кейін міне дрожымыз көтерілді. Сүт құямыз, су құямыз. Енді май құямыз. Нанды жақсы көңілмен істеу керек. Сонда наның әдемі көтеріледі. Нан да бала сияқты. Енді 1-2 сағатқа қоямыз. Міне нанымыз көтерілді. Енді табаға саламыз. Оған астына май жағамыз. Енді бұл көтерілу керек. Сосын пешке саламыз. Міне нанымыз көтерілді. Енді пешке саламыз. Міне нанымыз пісті. Баяғыдан осылай тапанан пісіргенде бетіне май жабататын шешелеріміз. Сол шешемізден көргенді істеп жатырмыз енді. Осылай пісіріңіздер, балаларға пісіріп беріңіздер. Өте пайдалы. Ертең жаз болғанда осы нанды далаға пісіріп көрсетем пешке сіздерге.